Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ұсынатын тағамым осындай оңтүстіктің хит тағамы нан салманы ұсынатын боламын. Ол үшін тостағымызға бір пияладай суымызды құйып, бір жұмыртқамен бір шай қасық тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Және де ұнымызды електен өткізіп, осылайынан қамыр илейтін боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркелмесеңіздер, тіркеліп, лайк басып, қазақша каналының дамуына өз үлестеріңізді қосып отырыңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Қатты емес, жұмсақ емес, осылай орташа көлемде қамыр илейміз. Сіздер де міндетті түрде жасап жеңіздер. Өте тойымды. Осылайынан жақсылап үйуін қандырып, илеп жауып қоямыз. Енді салмасына қалауларыңызша ет, аса ірі емес, майда емес, орташа көлемде етіп, төрт-піштетіп турап аласыздар. Ет болмаса, окрашкамен жасасаңыздар да болады, өз қалауларыңызша. Етімізді турап алдық, жақсылап жуып. Енді табамызды қыздырамыз. Оған дейін пиязымызды да ортасынан бөліп, жартылай сақиналап, шұқалап турап шығамыз. Ендігі кезекте қызып тұрған табамызға етімізді салып, жақсылап қызарғанша қуырамыз. Және де мен кішкене паприка қосып жібердім. Қоспасаңыздар да болады, ол өз еріктеріңізде. Етімізді қуырып алғаннан кейін үстінен пиязымызды салып, пиязымызды да жұмсарғанша, сарғайғанша қуырамыз. Оған дейін сәбізімізді де ортасынан бөліп, оны да жартылай сақиналап турап аламыз. Пиязымыз қуырылып болғаннан кейін үстінен сәбізімізді салып, оны да жақсылап қуырамыз. Қаласаңыздар, болгар бұрышын қоссаңыздар да болады. Ендігі кезекте картошкамызды да осылай 4-6-ға бөліп,
аса ірі емес, майда емес. Осылай бөліп шығамыз. Мен картошка қызыл әдемі болу үшін кішкене паприка септім оғанда. Мінекей біздің тағамыз жақсылап қуырылып жатыр. Үстінен томат пастасын, бір ас қасық томат пастасын салып, тағы да араластырып қуырамыз. Осылай 2-3 минут қуырып аласыздар. Енді бағанағы илеп қойған қамырымызды 5-10 минуттан кейін осылай июін қандырып, қайтадан осылай бір қайтарып илеп қоясыздар. Сол кезде қамырымыз өте жақсы жайылатын болады. Ал енді біздің етіміз, пияз, картошкамыз қуырылып болды. Енді үстінен бағанағы дайындап қойған картошкамызды салып, бұны да қызарғанша жақсылап қуырып аласыздар. Және де шамалдап тұз сеуіп қойыңыздар. Татымына қарай. Картошкамызды қуырып болғаннан кейін үстінен осылар бататындай етіп су құямыз. Және де лавр жапырағын салсаңыздар да болады. Енді осыны жақсылап қайнатамыз. Мінекей біздің подливіміз қайнап жатыр. Осылайнан баяу отта еті, картошкасы піскенше жақсылап қайнатасыздар. Келесі кезекте енді қамырымызды жаятын боламыз. Жұдырығымыздың көмегімен осылайнан үстінен баса отырып дөңгелектеп аламыз. Біздің қамырымыз июі қанып, өте әдемі болып тұр. Енді оқтауымыздың көмегімен айналдыра отырып, екі шетінен аса қатты салмақ салмай, осылайнан жайып шығамыз. Арасында ұрпақ сеуіп отырыңыздар, ұн себе отырып, осылайнан дөңгелектеп, екі шетін ғана баса отырып жайыңыздар алақанның көмегімен. Мінекей менде осындай топ-томалақ үлкен қамыр шықты. Осылайнан жұқартып жайып алғаннан кейін мата дастарханның бетіне 7-8 минутқа, бір 10 минутқа қалдырып кептіріп аласыздар шамалы, қая ысытып. Мінекей осылай кептіруге қалдырасыздар мата дастарханның бетіне.
шамал беттер кішкене қаязғаннан кейін арасынан шамал шым-шым ұрпақ сеуіп, ұн сеуіп, осылайынан оқтауымызға дөңгелектеп орап, ортасынан тілеміз. Енді тақтайымызға сиятындай етіп бөліп алып, жаңағы қамырымызды екі бүктеп, осылайынан турап шығамыз. Шамамен бір пальцы деймін, бір саусақтай етіп, егер шамал жайып кептіріп алмасаңыздар, қамырымыз жабысып қалуы мүмкін. Сондықтан кішкене қаястып кептіріп алсаңыздар, осылай әдемі туралатын болады. Енді кезекте қазанымызға су құйып, қайнатамыз. Біздің бағанағы подливіміз дайын болды. Қалауларыңызша бульон жасаңыздар да болады. Енді қайнап тұрған суымызға бір ас қасықтай тұз салып, жаңағы кесіп алған қамырымызды осы суда 7-8 минуттай қайнатып пісіріп аламыз. Осылайынан 7-8 минут піскеннен кейін кішкене салқын су құйып, шалғының көмегімен сүзіп аламыз. Мінекей біздің қамырларымыз езілмей әдемі болып пісіп шықты. Енді осыған бағанағы подливіміздің бетіндегі майлы сорпаларынан құйып қамырымыздың көзін ашып аламыз. Үстіне жаңағы картошка еттерімізді салып, ұсына берсеңіздер болады. Көріп тұрғандарыңыздай өте тойымды. Кешкі асымыз дайын болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қазақша каналының дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Видео ұнаса жақындарыңызбен бөлісіп отырыңыздар.